Адам ағзасының қалыпты жұмысы үшін бауырдың сау болуы аса маңызды. Өйткені бауыр қанды тазартады, ал таза қан денсаулықтың кепілі. Қаны таза адам әрқашанда сергек жүреді, оның күш-қуаты мол. Ал қаны таза емес адамның иммунитеті төмендеп, ол әлжуаз, үнемі шаршап жүреді, басы жиі ауырады, ұйқысыздық мазалайды. Бауырдың қаққа толғаны қалай білінеді? Қан айналымы кезінде қан бауырдан өтіп, онда зиянды заттар сүзіліп қалады. Осы заттар егер денсаулық жақсы, зат алмасу қалыпты болса, табиғи жолмен сыртқа шығарылады. Ал егер бауыр әлсіресе, онда сүзілген зиянды заттардан бауырда және өт қабында, өттің өзінде тас түзіледі. Бауыр ластануын көрсететін негізгі белгілер мынадай. Бас себепсіз жиі ауырады, оң жақ қабырға астынан ауырсыну сезіледі, іші жиі қатады, тері сарғыш немесе жер түстес бола бастайды, тіл үстіне қақ тұрады, сондай-ақ көз қарашығының айналасы сарғыш тартады, кейде жүрек айнып адамның құсқысы келеді, жиі кекіру, іш кебуі, ауыздан темір иісін немесе ащы дәм сезінуі де бауырдағы қалыпсыздықтан хабар береді. Бауыры таза емес адам тез шаршайды, көңіл күйі үнемі төмен тартып тұрады, адам ашуланшақ, ұстамсыз болып кетеді. Міне осы аталған белгілердің қай-қайсысы білінсе де, дәрігерге көрініп тексерілген абзал. Әсіресе мұның бірнешеуі қатары мазаласа, дәрігерге көрінуді кешіктірмеу керек. Дәрігер тиісті диагноз қояды, ем тағайындайды. Назарларыңызға үй жағдайында бауырды тазарту әдістерінің халықтық емдерін ұсынатын боламыз. Шөппен шаю әдісі. Бауырды өз бетімен тазартуда емдік шөптерді қолдануға болады. Оны қалай қолдану керек екенін дәрігер анықтап беріп, ем барысын бақылап отырса тіпті жақсы. Өйткені олардың да ағза ерекшелігіне қарай әсер ететіндері болады. Сондықтан дәрігер мөлшерін, қолдану кезеңін анықтап берсе, қадағалап отырғаны дұрыс. Ал енді бауырды тазартуда сізге мынадай шөптер көмекші бола алады. Бақбақ, салаубас, жусан, жүгері шашағы, сүйел шөп, жалбыз, итмұрын, мыңжапырақ, цикорий, қалақай, жолжелкен, дымяшка. Бұлардың өт қуатын қасиеттері бар. Оған қоса әрқайсысы бауырдың әр бөлігіне өзіндік әсерін тигізеді. Сондықтан оларды кезегімен немесе бәрінен араласқан тұнба жасап қолдануға болады. Сонда бауыр толық әрі жан-жақты тазаланады. Бауырды тазалайтын шөптердің ішінде бессмертник ең мықтысы саналады. Аталған шөптерді кептіріп, алдымен оларды бір-бірімен араластырып алады. Яғни құрғақ ыдысқа 2-3 ас қасықтан салып, барлық шөпті араластырады. Сосын термосқа 3-4 ас қасығын салып, үстінен жарты литр қайнаған су құяды. Бұл бір күндік мөлшер. Керек уағында сүзіп, құйып алып ішіп тұрыңыз. Ішу тәртібі мынадай: таңертең жылы күйде 1 стакан, екіншісін ұйқыға жатар алдында ішіңіз. Осы әдіспен 1 ай бойы әзірлеп ішіп тұрыңыз. Бұл шөптердің бәрін қоспай әрқайсысын жеке-жеке ішуге де болады. Бірақ кезегімен ішіңіз, қайсысы жақсырақ әсер етіп жатқанын аңғарып ой түйіңіз. Осы дәрмекті қолданғанда сіз әр күн сайын әжетханаға барасыз. Сонда ішіңізден қажетсіз затпен бірге қақтың түр-түрі шығады. Ал егер ішіңіз сұйылып кетсе, онда дозаны сәл көбейте аласыз. Егер шөп шайды ащы деп жаратпасаңыз, онда оған 1 шай қасық бал қосыңыз. Бірақ қант қосуға болмайды. Бауырды бұлайша тазартуды атап өткеніміздей 1 ай бойы жүргізесіз. Сосын үзіліс жасайсыз. Тазарту жылына 1-2 реттен аспаған дұрыс. Бауырды зәйтүн майын қолданып тазартуға да болады. Өйткені ол ең күшті өт қуушы өнім. Күніне 1 ас қасық зәйтүн майын ішіп тұрса, өт көп бөлінеді де, майлар ыдырап, ішек жұмысын жақсартады. Өт бауырда, өт қабында іркілген қақты өзіне тартып, ағзадан табиғи жолмен шығарады. Бұл майдың экстра вижи деп аталатын сұрыбы пайдалырақ. Өйткені ол термиялық әрекетсіз, таза сығынды күйінде алынады. Табылмаса зығыр немесе самырсын майы да жарайды.
Аталған майлармен тазарту күн сайын таңертеңнен басталады. Аш қарынға бір ас қасық май ішсеңіз жетіп жатыр. Оған аздап лимон шырынын қоссаңыз да болады. Мұндай тазартуды 1 ай, 2 ай, тіпті ай сайын жасауға болады. Жағдайыңызға қарай көресіз. Пайдасы болмаса, зияны жоқ. Егер бауырыңызға қақ тұрған болса, жоғарыда аталған тәсілдерді дұрыс қолданып, оны тазартсаңыз, онда сізде мынадай өзгерістер пайда болады. Денсаулығыңыз жақсарғанын сезінесіз. Қан тазарғасын ағзаның барлық жұмысы жақсарады. Бастың ауруы жоғалады. Тыныс жолы, ас қорыту жақсарады. Ауыздан жағымсыз иіс, ащы дәм жоғалады. Терінің түсі оңалады. Көз қарашығының айналасы өзінің табиғи реңін табады. Көз астындағы қара дақтар оның қалталанып тұруы жойылады. Тіпті ұсақ әжімдер де жоғалады. Өзіңізді жеңіл сезініп, көңіл күйіңіз көтеріледі. Біршама жасарасыз, тіпті мінезіңіз де жұмсарады. Егер бауырыңыз мазалап жүрсе, аталған емдерді үй жағдайында жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Видео пайдалы болса, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Деніңіз сау болсын.